Қадірменді көрерменіміз, тікелей эфирдеміз, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Бүгінгі қонағымыз студия төріне жайғасты. Ендеше таныс болыңыздар. Бизнес-психолог, финансист Бейбіт Байзақұлы. Бізде қонақта қош келдіңіз. Қош көрдік, Шахан рахмет. Қалыңыз қалай? Өте керемет. Кеше айтқандарыңызда қонып кеттік. Тамаша. Бүгінгі біздің тақырыбымыз дұрыс мамандық таңдау жөнінде. Енді көп адам қателесіп жатады мамандыққа келген кезде. Кейбіреуі дұрыс емес мамандықты таңдап кетеді. Кейбіреуі енді ата-анасының айтқанымен. Енді біреуі мен ештеңеге қызықпаймын, әйтеуір үйдегілер осыны оқиды да, анау біреу мынандай айтты, сөйтіп оқып кете салады. Адам негізінде қалай дұрыс мамандық таңдау керек? Негізінде жалпылама, бірінші адам баласы кішкентай кезінде ата-анадан біз көп түрлі ойлар аламыз. Мысалы, оның барлығын психологтар қазіргі таңда убеждение деп айтады. Солардың барлығының кесірінен біз өзіміздің мамандықтар таңдамай жатамыз. Негізінде америкалықтарда бізде ол 9 жастан бастап тест бар. Галлап деген тест тапсырады. Сол тестке қарай баланың қабілеттерін анықтайды. Сол қабілеті, мысалы, біреу сурет салуға, біреу әнші болуға, немесе тағы да бір басқа бір мастер болуға деген сияқты болса, немесе игровой жағынан мықты болатын болса, соған қарай ол акцент қойып, сонымен ғана дамиды. А бізде көбінесе не? Мысалы, атадан, бабадан қалып атқан жұмыстар істейміз ғой. Ол дегеніміз доктор болу, мысалға қойшының баласы қойшы болады деген сияқты. Одан бөлек мұғалімнің баласы мұғалім болу керек деген сияқты тірліктермен істеп жатады. Содан кейін барып өзінің миссиясын ұмытып кетеді. Сол сияқты ол кезеңнен де өту керек негізінде. Бірақ арнайы тесттер бар қазір нарықта. Сол тесттерге байланысты кішкентай баланың қандай жағынан қабілеті мықты, соған беру керек. Сонда ғана ол өзінің миссиясына келеді, и сол арқылы үлкен табыстарға жете алады. Қазір мектеп кезіндегі де балаларда да галлап тесті бар. 11 класс бітіріп жатқан кезде сен қандай мамандыққа баруың керектің барлығын анықтайтын профориентологтар бар. Профориентациялық жұмыстар жүргізіледі. Оны психологтар жүргізеді, немесе сол жердегі өкілдері бар, жаратылыстану бағытынан деген сияқты. Вот сол кісілер сол тестті тапсырту арқылы баланың қабілеттерін біледі. И балада, мысалға, 34 түрлі қабілет бар екен негізі адамда. Сол 34 түрлі қабілеттің әрқайсысына фокус қоя бермей, ең мықтыларына фокус қою керек екен. Өйткені біз осы бір тұлғанан 18 жасқа дейін делік, мысалы 16 жасқа дейін делік, мектеп бітіргенге дейін. Сол моментте адамның түп санасында көптеген дағдылар қалыптасады екен. Сол дағдыларға байланысты ол мықты тұстарын білмейді. Мысалға, сіз математикадан онша емессіз, бірақ сізді математика бойынша даму керек емессіз. А сіз тұрасында математика фокус қойып, математиканы дамытқыңыз келіп тұрады. А мына жақта өзіңіздің сүйікті ісіңіз қалып кетеді сол жақта. Вот сіз суретшісіз ба, мысалға жаңа айтып отырсыз, өзіңіз осындай телевидение жүргізуші болғым келді, шығармашыл адаммын десе, вот сіз шығармашыл жағынан фокус қойып, соған даму керексіз. Бізде көбінесе тұрады да олар олған фокус қоймай, несі минус, сол минусты плюсқа айналдырғысы келеді. Ал плюсқа айналдыра берген сайын сен одан бәрібір мықты болмайсың да. Ал қасыңа тура сондай адам керек та, математиканы жақсы білетін. Сонда бұл галлап тесті ойлаңызшы, даже пар таңдауда, жар таңдауда да қолдануға болады екен. Егер де сен творческий адам болатын болсаң, сен ақша ұстай алмайсың, примерно, ал сен ақша ұстай алатын жар таңдау керексің қасыңа. Вот көрдіңіз ба? Сонда баланс ұсталынады да. И бұл жерде андай тек қана плюстарыңа фокус қой деген әңгіме емес. Фокустарыңды істеп жүресің, бірақ минустарыңды ол плюсқа айналдырады. Баланс ұстау керек та, любой жерде баланс ұстау керек. Өйткені біз бұл бір жағынан ата-бабадан келатқан, мысалға, мамандықтарға не үшін кетіп жатамыз? Мұғалімдердің, одан бөлек жаңағыдай көптеген айтатындары, сен мынандай боласың, сен мұғалім боласың, сен доктор боласың, сен тағы да басқа боласың деп бізге навяз етіп тастаған, соның бәрін. И сол арқылы біз тұрамызда не істейміз, соны істейміз. И өміріміздің бір кезеңіне дейін сол мамандықтар істеп келатқанда өмірдің мәнісі жоғала бастайды. Не үшін? Себебі ол сенікі емес қой. Сен тұрдың да біреудің арманын орындадың да, әкеңнің арманын орындадың бол. И Индияда осыған байланысты көптеген кинолар түсірілген да. Мысалға, әкесі борец болған, бірақ борец болу арқылы жетістікке жетпей қалған. И екі қызын жетістікке жеткізу үшін борец қылдырады. Күрес бойында айналысады. И күрес бойынша жетіп, бірақ қыздарының көңілі толмайды да. Жетті жеңіске, мысалы әлемді алды, бірақ көңілдері толмайды. Неге? Себебі олар өздеріңкі емес та. Олар басқа саланың мықты таланттары да. Сол сияқты көптеген нелер бар қазіргі таңда. Біздің алдымызда мысалы 1000 оқушы өткен. 1000 оқушының арасында жасы да бар, кәрісі де бар. Жастары
25 жасқа дейін 18-16 жастан 25 жасқа дейін әртүрлі саланы көрген дұрысырақ. Әртүрлі саланы өзінің тест тапсырмай-ақ мен неден мықтымын деп өзіңе сұрақ қой да. И сен 5 түрлі бағытты не істеп ойлап, сол бағыттардың ақшаға қалай айналдыруға болатынын ойлап, сол бағытпен жүріп шық. Сонда сен көресің, сол бесеуінің арасында қайсысы сенің жақсы тұстарыңа келеді, сол саламен айналысып ақша тауып кетесің ары қарай. Одан бөлек керемет бір техника бар, еркін жазу деген. Мен неден мықтымын деңізді, таймерге 10 минут уақыт қойыңыз, и сол арқылы сіз түп санаңызға кіріп кете алатындай мүмкіндік пайда болады. Мына сіздің кистіңіз қимылдаған сайын, сізде жаңағыдай миыңыз, санаңыз өшіп, түп санаға өтеді. Ал түп санамыз біздің нақты өмірде шешім қабылдайтын миымыз да. Бізді управлять етеді 90%-ке сол түп санамыз да. Ал санамыз, бізді байқасаңыз, бірінші келген ой, ол сіздің шынайы ойыңыз ғой. Ал екінші келген ой, ол сіздің санаңыздың бұрмалап тастаған ойыңыз да. Біз ана жағдай нелерде бар ғой, ішкі істер органдарында детектор лжиді, солай істейді ғой. Мысалға жағдай бір сұрақ қояды, сен сол сұраққа дұрыс жауап берсең, ол не істемейді, шиқылдамайды. Себебі бізде жағдай мына жерде ми бар да, мида жағдай не бар, тамыр бар. Сол тамыр жағдай бірінші өтірік шын екенін анықтап береді екен да. Сонда бізді түп сана басқарады. Ал енді кішкентай кезден бастап осы кезге дейін біздің миымызда сондай дағдылар қалыптаспаған соң біз, конечно, ата-анамыздың айтқан доктор боламыз, одан кейін барып мұғалім боламыз мысалға. Сол сияқты дүниеден қалыптасып қалады. Ал оны өзгерту үшін бірнеше уақыт керек тоже. Тест тапсырамыз, мықты тұстарымызды анықтаймыз, мықты тұстарымызды дамытамыз, сол арқылы дамып болған соң ары қарай келесі уровеньде уже біз соны ақшаға айналдыруымыз керек болады. Иә, мынандай нәрселер бар ғой. Егер де сенің мамандығың саған сүйіп таңдаған мамандығың саған ақша алып келмейтін болса, оны тастап кет дейді. Ол қаншалықты дұрыс? Енді мынандай ғой, алладан берген біз потенциалға қарсы келе алмаймыз. Өйткені сенің миссияң бар. Ол миссия саған қазір ақша алып келмеуі мүмкін. Бірақ енді қараңыз. Мен өзімнің сүйікті ісіме, сүйікті мамандығыма қалай келе аламын? Басында сіз соған сәйкес бір жұмыстарды істейсіз. Мысалға мен қазір 11 жыл бойы осы салада жүріп келіп, бірақ мен кеше келе салған жоқпын ғой, осы психология неге. Мен 11 жыл бойы жүрдім да көрдім өзімді. Қай жағым мықты екен, қалай істей алады екен деп келе мен түсіндім, что мен андай галопта мен эмпатпын. Мен адамдарды сеземін да. И адамдарды сезу арқылы мен адамдарға влияние жасай аламын. Мысалы мен сізді трансформировать ете аламын, мысалы өзгерте аламын. Сол сияқты мен сіздің жағдайыңызға кіріп, сіздің не қалайтыныңызды білу деген сияқты процесс менде қабілет бар. И сол қабілетті мен осы жақында келе таптым да. И сөйтіп келдім мен. Ал ол уақытқа дейін мен мысалға жағдай бизнеспен айналыстым, маркетингпен айналыстым, мысалы рекламамен айналыстым, одан бөлек официантта болдық, машина жуушыда болдық, одан банкте де істедім. Солардың барлығынан келе мен сол жерде анализ жасап түсіндім да, что мен адамдармен жұмыс істеймін, именно қай бағытта. Адамдардың қазіргі таңда көбісі қабілеттерін таппай жатады. Сол қабілеттерін анықтап, соны ақшаға айналдыру мәселесімен айналысып жатырмыз да. Көрдіңіз бе? Ал көп Қазақстанның ең басты проблемасы осы. 60%, даже 70%-ке дейін 4 жыл бойы универде оқиды, бірақ 4 жылдан кейін басқа мамандықпен, басқа іспен айналысып кетіп жатады. Бізде мамандар жетіспейді. Сол мамандар жетіспегеннен бізде ақш ең бизнес бойынша ғылымдармен бірге связывать етіп, көп исследование жасайды ғой. И сол арқылы Галлап деген тестті ойлап шығарды. Дональд Клинтон деген кісі 1999 жылы ойлап шығарды Галлап деген тестті. Сол Галлап тесттегі 34 түрлі қабілет бар екен, ойлаңызшы. 34 түрлі қабілеттің әрқайсысына акцент қойған. И жұмысқа қабылдайтын кезде де сонымен тапсырасың сен. Жұмысқа уже мысалы адамда тоже екі түрлі қабілет болады. Soft skills и hard skills. Soft skills ол сенің алладан берілген қабілеттерің. Мысалы адамдармен араласуың, коммуникацияң, идеяларың, мысалы сондайлардың бәрін реализовать ету, ол soft skillстар. Hard skills деген ол сенің қиын дағдыларың. Ол қиын дағдылық қандай? Мысалға бізде мына қазір түсіріп отқан видео аппаратта отырған кісі бар, сол кісі сол мамандықты оқыған, сол мамандық арқылы осыны дағдыға айналдырып, қазір соның жемісін көріп отыр. Сол hard skills. Бұл кісі сондайға мықты. Ал сіз соның орнына отырып қоятын болсақ, сіз онымен айналыса алмайсыз. Көрдіңіз бе? Сіз осы жерде интервью алып, шығармашыл адамға берілген. Сондықтан сіз осы жақты дамытатын болсаңыз, осы жақпен ақшаға айналдыратындай бірнеше каналдарды алып келуге болады негізінде. Түсінікті. Жалпы алдымызда 1500 оқушы өтті дедіңіз, жасы да бар, кәрісі де бар.
жалпы олардың ең басты проблемасы енді түсінікті ғой. Дұрыс мамандық таңдамадым, маған енді дұрыс мамандық таңдау керек, не істеу керек, өзгерту керек дегендей. Қаншасы өзгерді, қалай болды, қандай сұрақтар көп болды? Қазіргі таңда мысалға Қазақстанда курстар бар ғой, сол курстар арқылы анықтауға болады. Бірақ егер де ақшаң бар болса, Галлап тест тапсыруға кеңес беремін. И соны разбор жасап беретін мамандар бар, Галлап эксперттері бар. Ал егер де ақшам жоқ, мен жағдай тапсыра алмаймын десең, онда икигай деген бар ғой, жапондықтардың икигай дегені бар, сол арқылы миссияңды анықтауға болады. Мен нені жақсы көремін, ол қоғамға, адамдарға пайдасы бар ма, және де ол ақша алып келе ме маған дейтін болсаңыз, сіз оны өзіңізден ақ тауып болады. Мысалы біз коучинг системада, коучпыз ғой біз негізі, адамды А точкадан Б точкаға жеткізетін адамбыз. Сол жерде біз мынандай методиканы қолданамыз. Дұрыс сұрақ, дұрыс ответ. Сізге мысалы өз-өзіңізге дұрыс сұрақ қойсаңыз, сіздің бүкіл дүниеңіз ішіңізде жатыр. Оған психолог та керегі жоқ, оған басқа бір мамандар керегі жоқ. Сіз өз-өзіңізге сұрақ қою арқылы бірнеше рет мен неден мықтымын деп арқылы сұрап, сіз мықты тұстарыңызды біліп алсаңыз да болады. Міне ол тегін түрі да. Ал енді жастарда ол мүмкіндік андай мықты да. Олар 18 жастан 25 жасқа көре алады. Ананы көреді, мынаны көреді, мынаны көреді. И 25 жастан кейін ол 30 жасқа дейін 5 жыл уақыт жетеді да. Орда бұзу үшін 30-ға дейін. Ал 30-дан ары қарай адамдарға мамандықтарын ауыстырып кету немесе ақша тауып жатқан жерінен кетіп қалып, басқа өзінің бір мамандығына кетіп қала салу ол қиын. Себебі оның артында бала шағасы бар, жаңағыдай семьясы бар. Оған бір 6 айға уақытқа өзінің бір капиталын жасап, содан барып өзі шығып кетіп жұмыстан басқа бір дүние жасау үшін, өзінің миссиясына келу үшін тірліктер істеуіне болады. Вот. Көбісі бүйтеді. Жұмыстан шығып кетеді да, сразу бизнес бастағысы келеді. Бірақ бизнес бастау әркімге берілмеген ғой. Мысалға бизнес бастау үшін жилка керек. Біреу мысалға биографиямен жақсы, біреу таргетпен жақсы, біреу маркетингпен жақсы, біреу жағдай басқа бухгалтериямен жақсы мысалға. Біреу игры арқылы ақша табады мысалға. Өзіңіз білесіз, мысалға киберспорттан ақша табады да, бірақ киберспортты біз мойындамаймыз ғой. Енді мойындап келе жатыр, байқайсыз ба? Сол сияқты баланың универде оқуына негізінде міндетті емес та. Универде оқисың, универде оқыған мамандықтар ол база, общий да. Ал сен ары қарай дамытып, соны істеу үшін саған андай курстар керек. 6 айлық курстар, 3 айлық курстар, сен квалификацияңды көтеру үшін да ол нақты. Өйткені америкалықтарда мынандай бар. 1 жылға 18-ге толды ма, 1 жылға қуып жібереді. Бар. Сен өзіңнің не істейтінін тап дейді да. И сонда ойлаңызшы, ата-анадан сепарация болады, 1 жыл бойы ол өзін іздеп тауып алады. И содан кейін нақты болады да, мам, мен футболист боламын. Болды, мен футболмен кетемін дейді да, кетеді сол кейін. Бізде қазір не ғой? Ата-ана баланы жібермейді. Сен менің жанымда боласың, осы Шымкентте жүресің, оқисың. Сол жерде мен бір жерге сені жұмысқа кіргізіп қоямын. Сол арқылы сен табыс табасың, мен қасыңда жүресің дейді. Өлмейсің айтады. Өлмейсің дейді. Ал енді қараңыз, ата-ана бір күні өмірден өтеді. Сол моментте бала қиналады ғой. Потому что ода сепарация болған жоқ, и ол өзі өмір сүріп көрген жоқ та, жеке. Жеке өмір сүріп көрген соң оның ақша табу процесі қиындайды. Өзіңіз ойлай беріңіз. Ата-ана бұрын подушка безопасности еді, олар жоқ. Қазір өзі жалғыз бір құс болып қалып кетті. Ұядан ұшпаған құс болып сол күйі қалып кетеді, кішкентай бала. Оның өмірі ары қарай жалғасып кету қиын болады. Сол үшін 18-16-ға толды ма, орыстар сияқты теуіп жүру керек қой. Ол бар, өзің тілін істе, көр дейді. Үлкен қалаларға бару керек, өмірді көру керек. Ана мамандықты істеп көру керек, мынаны істеп көру керек, соның ішінен сен түсінесің. Өйткені Алла тағала әрбір құлын жақсы көреді ғой. Сол арқылы миссия берген соң, ол миссиясына келетін жолдарды ұсынады. Бірақ егер де сол жолдарға келмейтін болсаң, сен үлкен сынақтармен сынайды. Ол бағанағыдай қарызға кіргізеді, кредитке кіргізеді, немесе одан бөлек косякқа кіргізеді. И тұрады да, сондай моментте олар тұрады да, қайттан обратно қайтатын жер бар ғой, ата-анасының үйі. Ата-анасының үйіне қайтып келеді да, қайтадан шығуға қиын болады оған. Сөйтіп жатып қалады үйінде. Қой бағады, немесе жаңағы үйдің тірліктерін істеп жүреді, не істеп жүреді. Сөйтіп ата-анасының пенсиясынан сондайларына күн көріп кетеді да. Көрдіңіз бе? Сондай процесс болмас үшін 18-ге толды ма, баланы өзін табу үшін жіберу керек екен. Сонда сепарация болады, ата-анасыз өзі өмірге дағдыланады, үйренседі. Сонда өз мамандығын да кез келген дүниені оп-оңай тауып істеп кете береді. Түсінікті. Жалпы мынау кейбір кезде адам қатты шаршайды ғой. Мысалы, ештеңе жұмыс істегісі келмей қалады, мамандықты таңдағысы келмей қалады дегенде. Негізі өзі сол мамандық таңдайтын кезде басталады ғой. ОБТ-да анау, мынау деген сынды. Ал адам сол кезде не істеу керек, өзін қалай ретке келтіріп алу керек?
Ол кезде негізі көбінесе ата анадан поддержка болу керек, қолдау болу керек. Өйткені ата ана біздің ең бірінші опораларымыз. Олар мысалға семейный иерархия бар бізде. Өйткені әкеміз оң жақта, шешеміз сол жақта тұрады. Бізден сол кісілерден энергия келеді, бізге сол кісілерден қолдау келетін болған соң, солар қолдау керек бірінші. И оған выбор беру керек. Балам, сен нені жақсы көресің, нені таңдағың келіп жатыр деп. И бірінші жылы ол 11 класстан кейін сразу білмеуі де мүмкін. Өйткені ол навязанный ойлармен ата-анасы кезінде айтқан сол қалып кетті ойында, и сол нәрсені таңдап кетуі мүмкін да. И ол универге барған соң барып 1-2 жылдықта түсінеді оның негізінде. Ол сразу келмейді да. Сол нәрсе бар ол жерде. Сол үшін өзінің жүрегі қалауы қай жаққа барып тұр, сонымен таңдасын. Ата-ана бірақ выбор беру керек. Ата-ана оны ұстап қалмау керек. Осы жақта боласың, немесе анамда деген. Өзі таңдайды. Өзі таңдаған соң барып өзінің несіне үйренеді. Барады, универде оқиды. Универде 1-2 жыл оқыған соң түсінікті болады. Шынымен айтайын. Өйткені өзім басымнан өткен. Бізде ата-анамыз қазіргі таңда қазіргі заманның адамдарына айналды да. Кезінде бұрынғы заманнан қазір заманға дағылам келді. И сөйтіп олар маған выбор берді. Мысалы 11 класс бітірген соң мен медик боламын деген негізінде. Өйткені медик деген ой қаяқтан қалып басқан бізде. Тоже балалық кезден. Сен әр үйге бір медик керек деген. И өзің медик болмаған соң сен сондай медик жар іздейсің. Көрдіңіз бе? Сондай қалыптасып қалған. Сөйтіп тұрдым да неге медикке түсе алмадым. Әкем айтты, жаңағыдай сен железнодорожный колледжге түсесің деді. Сөйтіп мен бардым ол жаққа, ана колледж көрген соң мен түсіндім, что мен жақта оқи алмайтын да. Сосын тұрдық та Әуезовке бардық. Әуезовке барған кезде тоже балым жетпей түсе алмай қалдым. Сосын мен тұрдым да мен Мардан Сапарбаевқа бардым. Мардан Сапарбаевқа оқыдым, бардым да бірінші мен спортқа бардым. Мектепке кіріп, жаңағыдай бір не боламын, тренер болып жүрем, сөйте беремін деймін. Баскетболдан жақсы дыштан берем, сөйтем деп жүрдім. Сосын бір күні бірінші курс бітіп жатқан кезде уже түсіне бастадым да. Мынау менікі емес дедім. Бірақ андай әлі де андай ғой, бізде қазақта бір көрсеткісі келіп тұрады ғой. Бастық болғаннан, бастық болғысы келетін. Сөйтіп тұрдым да мен ойландым сол кезде. Екінші курста мен финансистке түсемін дедім. Ол ой қаяқтан кейін айырсаңшы тағы да. Мен андай престижный жерде істеймін, банкте істейтіндер андай косметикалармен жүреді, ақша зор табады деген сияқты ойда ойладым ғой. Сөйтіп мен бардым соған финанс. Сөйтіп екінші курстан кейін бітірген соң, мен болып оқымаймын, ары қарай. Мен неге заочно ауыстырамын да, одан кейін неге барамын дедім. Жұмысқа кіріп кетемін дедім. Сөйтіп практикаға барып, сонымен жұмысқа кіріп кеттім. Сонымен жұмыс істеп жүрген кезде мен андай операционный жұмыстар көп істейтінмін. Бірақ мен операционный жұмысқа жоқ екенімді түсіндім. Сосын бір күні менің қабілетімді бастықтар байқап, мен начальник қылады ғой. Мен начальник болып не істеп жатқан кезімде мен түсіндім, что сол кезде мен команда адам екенмін, мен лидер екенімді, артымнан адамдарды алып жүре алатынымды, адамдарды басқара алатынымды түсіндім да, и сол дағдыма үлкен фокус қоя бастадым. Енді осы жақты мен істей алатын болған соң, басқа жақтар кім істейді? Командаң істейді ғой. Мысалға сен жағдай видео түсіре алмайтын болсаң, видео түсіреді. Мысалы таргетін істей алмайтын болсаң, рекламаның шегін істейді деген сияқты. Осылай өзі өз орнына келе береді екен да. Сондай. Өте керемет. Бізге берілген уақыт өз мәресіне жетіп қалды. Осы тұста көрермендерге айтар ықылас тілегіңіз болса мархабат сөз көзе берсеңіз. Құрметті отырар арнасының көрермендері, бүгін сіздермен болған Бейбіт Байзақұлы. Әрбір істі бастайтын кезде, немесе мамандықты істейтін кезде өзіңізге акцент қойыңыз, өзіңіздің ішіңіз не дейді, жүрегіңіз бен миыңыздың қалауы не деп тұр, сол нәрсені істеуге тырысыңыздар. Өйткені ертең күні ата-ананың айтқанымен істейтін болсаңыздар, сіздер ертең күні ата-анаға деген реніштеріңіз болып, өмір бойы оларға деген ыза кектеріңізді шығара алмай жүрулеріңіз мүмкін. Сондықтан да әрбір таңдау өздеріңізде, Алла тағала сізге таңдау меншігін беріп қойған соң, сол таңдауларыңызды таңдаңыздар. 11 класс бітіріп жатқан түлектерге биыл бітіріп жатыр екен, соларға үлкен бірінші советім, Галап деген тест бар, профориентациялық жұмыстар жүргізіліп жатыр сіздерде, соларды тапсыру арқылы өзіңіздің мықты тұстарыңызға фокус қойып, сол бойынша мамандыққа түсіңіздер. Ал қалған адамдарға өздерінің мамандықтарын таңдау үшін өзінің ішкі жүректерін тыңдайсың деген советім бар. Тамаша. Сізге алғысымыз шексіз. Осындай алтындай уақытыңыз бізге бөліп келгеніңізге, жұмыстарыңызға тек сәттілік тілейміз, аман болыңыз. Осындай керемет жаңалықтармен біздің студияда сізді қайта көру нәсіп етсін.